Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет басшысы қызметіне лайық бірден-бір сенімді кандидат. Бұл 29-30 наурыз аралығында, яғни 2 күн бойы телефон арқылы жүргізілген сауалнама нәтижесі. Сұралғандардың 42%-ы елбасы есімінің мәңгілік тарих беттерінде қатталып, астанамызбен бірге жасай беруіне қарсы емес. Сондай-ақ респонденттердің 40%-ы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты мемлекет басшысы қызметіне лайық бірден-бір сенімді кандидат ретінде қарастырып отыр. Сауалнамаға Астана, Алматы, Шымкент сынды ірі қалалар мен 14 облыс орталығынан 1800-ден астам адам қатысты. Сұрақтарға жауап бергендердің 75%-ы әйелдер қауымы болса, 25%-ы ер азаматтар. Мемлекет басшысы ретінде қызметке кіріскен Қасым-Жомарт Тоқаевқа көзқарасын білдіріп, тиісті бағасын берген. Респонденттердің 40%-ы Қасым-Жомарт Кемелұлын президент болуға лайық бірден-бір сенімді кандидат ретінде көрсе, 5%-ы ғана шүбәлі. Сауалнама қатысушыларының 43%-ы Қасым-Жомарт Тоқаевтың алғашқы кезеңдегі басты міндеттерінің бірі. Назарбаев ұсынып, бастапқы нәтижелері әлде қашан көрініп үлгерген мемлекеттің әлеуметтік бағдарламаларын оңтайландыру һәм жүзеге асыру жұмыстарын жалғастыру. Ал 20% әлеуметтік жобалардың көбею керек деп есептейді. Жемқорлыққа қарсы күрес екінші орынға қойылған. Оны респонденттердің 24%-ы қолдап отыр. Сондай-ақ жауап бергендердің 12%-ы шағын және орта бизнесті қолға алып, нақты істермен айналысу керек деп есептейді. Президенттік қызметке кірісе сала Қасым-Жомарт Тоқаевтың Егемен Қазақстан және Айқын газеттерінде кең көлемді мақаласы жарық көрді. Онда еліміздің әрмен қарай дамуына және ішкі сыртқы тұрақтылыққа жіті назар аударылған. Ал Мәскеуге барған сапарында екі жақты қарым-қатынастардың негізгі мәселелерін, Еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі ынтымақтастықты, сондай-ақ өзара өңірлік және халықаралық мәселелерді мұқият талқылады. Сондай-ақ күні кеше дүниежүзілік денсаулық күніне орай Twitter парақшасында еліміздегі денсаулық сақтау саласына қатысты пікір білдіріп, азаматтардың денсаулығын сақтау мәселесі менің жіті бақылауымда деп жазды. Осы арқылы халықтың әлеуметтік жағдайы мен ұлт саулығына жіті көңіл бөлетіндігін аңғартты.